Қайырлы күн достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге Корей ұлтының дәл осындай тез дайын болатын тағамын, яғни рамёнды жасап көретін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 1,5 кесе суымызды құйып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін мен осындай рамёнды қолдандым. Кез келген дүкеннен өздеріңізге ұнайтын рамён түрін таңдасаңыздар болады. Ішінен осындай приправалары, әртүрлі осындай көкөністері шықты. Приправаны мен тек қана жартысын ғана салдым. Приправасын міндетті түрде қайнап тұрған кезде салу керек. Ал мұнда лапшасын салып, осылай кішкене суға батырып, кішкене жұмсартып аламыз, пісіріп. Ал енді осындай өзіміздің үйдегі көкөністерді салып жатырмын мұнда. Укроп, көкпияз. Міне осылай арасын ажыратып, жақсылап жай отта жаймендеп қайнатып аламыз. Дәмін көресіздер, егер тұзы сәл кішкене аз болып жатса, тұздарыңызды қосып, жақсылап қайнатасыздар. Міне достар, қайнату нәтижесінде біздің рамёнымыз дайын болды. Мен осылай үстіне тауық етін салдым, қуырып алдын ала дайындап алдым. Осылай жұмыртқамен, мұнда нори деп аталатын, яғни сушидің сыртында орайтын бар ғой, сондайды қостым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай бетіне күнжіт септім. Өте дәмді болып шықты. Қатты ащы емес, приправасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Қараңыздар, лапшалары да толық пісті осылай. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, ас болсын.